Мен түрімді көріндер ма? Мен жеген бар ғой. Наконец-таки өзім жаныма про досымды тауып алдым да бар ғой. Өзімнің нуб скинімді тауып алдым. Мен қарандар өзімнің түрімді көр алам. Енді мен қыз емеспін қарандар. Мен осының алдындағы 2 серия қызы ойнап жүрмін. Вот енді қазір нағыз нуб болдық. Қазір деген мынандай ауылға көшіп келдік. Көріп тұрсаңдар міне мынау ауыл қарандар. Мынау деген общем шетелдер тұратын ауыл. Біз деген сол торческий режимде жүрік міне. Мына жерде шетелдер тұрады. Вот мына жерде вот енді міне менің жанымда про казах деген досым, аты бұның Елдарчик амандасып қой. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен про. Ошым деген біз деген осы Елдарчик екеуміз міне мына көріп тұрғандарыңдай мәні күн деген қайда кетіп жатыр құрсын. Ошым деген Елдарчикне мына жаққа үй салады, ал мен болсам міне мына жаққа үй салатын боламын. Ошым деген мына жаққа мен нубтың үйін саламын, ал мына жаққа біздің Елдар деген проның үйін салады. Сөйтіп деген біз осы ауылда кәдімгідей бақытты да баянды өмір сүреміз десек. Ошым деген осы жерде қазір біз деген уже бастаймыз. Ал Елдар, сен енді өзіңнің проский үйіңді салып баста, мен деген өзімнің нубский үйімді салып бастаймын. Сосын видеоның ең соңында көрермендер шешеді кімнің үйі әдемі, менің үйім әдемі ма, әлде деген мына біздің проның үйі әдемі ма, соны көрермендер шешетін болады. Ал біз кеттік бастаймыз. Әлі нуб болып жүрмін. Ошым деген міне біз деген ортадан үй нетіп жатыр. Қараңдар, көріп тұрғандарындайша бір-біріміздің үйімізді көрмес үшін міне уже бізде фундамент кетті. Ар жақта біздің Елдарчикте тағы да өзінің үйін салып жатыр. Енді ол проның үйін салады, мен деген нубтың үйін саламын. Вот менде ең бастысы фундамент кетті. Енді екеуміз бір-біріміздің үйімізді көрмейміз. Сондықтан ортаға мынаны қойып тастадық. Осыны егер барлығы бітеді ғой, сол кезде біз мынаны өртей саламыз да жүрін былай фык кетіп өртеніп кететін болады. Сосын сендер видеоның аяғында көретін боласыңдар. Қазір деген мен қандай үй салатынымды осы жерде көресіңдер. Вот біз деген міне кеттік. Енді деген менің қалай үй салатқанымды көретін боласыңдар. Осылай мынаны бәрін нетіп тастайық, фундамент құйып тастайық, как положено. Осылай мен деген былай фундамент құйып тастайтын боламын. Ал ар жақта біздің Елдарчик проның үйін салып жатыр. Маған қызық болып жатыр, ол қандай үй салып жатқан, бірақ біз оны тек видеоның аяғында ғана көретін боламыз. Енді тез мына жердің бәрін кәдімгідей әдемі қылып істеп тастайық, былай қойып тастайық. Қараңдар, осылай қойып тастаймыз. Қалай мынандай графика жақсы ма? Алдыңғы видеоға қарағанда міне қарап тұрсаңдар, мен де уже шейдермен ойнап жатырмын да. Міне графика менде осындай. Или алдыңғы видеодағы графика жақсы ма, әлде осы графика жақсы ма? Комментарийға жазып өтіңдер. Кеттік біз деген мынаның бәрін реттейміз. Қойдық. Осылай міне қарап тұрсаңдар болды, бізде фундамент болды. Енді біз деген мына жетел жаққа қараймыз. Біз әкім боламыз, бірдеңе боламыз ошымшы. Мына жерге енді біз деген нені тұрғызамыз, осын бұрышын тұрғызамыз. Үйдің бұрышын қанша метр болады? Потолок. Ой, лақтырып жіберіп болмай, қайтайды лақтырып жіберермін осынша. Давайнан қоямыз. Мына жаққа келеміз де. Давай, бричка, давай. Фристайл деп мынаны қоямыз. Мынаны да қоямыз. Шеу. Примерно потолокты 5 не қылу керек қой, 5 блок қылу керек па, бірдеңе қылу керек қой, біреу, міне 5 жетеді. Енді мен нубпын ғой, маған особо не керек емес. Енді кеттік былай 3, 5. Мына жақтан аламыз да 4, 5. Вот міне деген біздің не тұрды. Мынау не дешеді, қалай толшеді, мынау не дейді, мынау стена. Вот стена тұрды. Міне енді деген біз мынандай доскамен мынаның бәрін қазір орап тастайтын боламыз. Дік қарандар. Дік. Вот қарасыңдар, әдемі көрінеді ғой. Ағаш үй деген негізі әдемі көрінеді ғой. Бірінші осылай ағаш үй қылып салып аламыз, кәдімгідей жесткий ағаш қылып саламыз. Сосын тұрамыз да біз деген ортасына нені есікті немесе терезені кеше саламыз ғой, тез енді. Шынымен нубский үй болайын деп тұр. Себебі деген менің үйімде тек жататын төсекпен не ғана болатын сияқты ғой, пеш бар ғой, пеші қыста қатқанма үшінші. Егер қатқалатын болсақ, біз проның үйіне барсаламыз ғой, оның үйінде кәдімгідей центральный отопление ғой, біз ғана ғой, көмірге пеш жағып отыратын ше. Осында ойнан былай жақындатамыз, да, былай жақындатамыз. Мынаның бәрін саламыз. Кеттік. Кәдімгідей. Қараңдар, кәдімгідей мынау кәдімгідей нубтың үйіне ұқсамайды. Мен кәдімгідей дерзкий салып тастадым, походу ше, қараңдар. Бәрін реттеп тастақ. Қазір деген осының стенасын тұрғызып, сосын жалғастырамын. Міне стенаның бәрін тұрғызды. Вот нуб деген міне стенаны полностью тұрғызды. Міне түрме қарап тұрсыңдар, деген мынау аузында асып көзім кәдімгідей бір-біріне қарап тұр ғой. Осы міне бәрін тұрғыздық. Есік мына жақта болушы ма еді? Қай жақта болушы еді? Қайда? Есік қайда? Есік мына жақта болу керек. Көріп тұрғандарындай. Мынаны сындырамыз, фык деп былай сындырамыз. Или былай сындыра өстейміз бе? Мына жерге былайнан қояқ та блокты ше, типа былай. Не қоя салмаймыз ба? Өстіп аламыз да, қазір күте тұрыңдар. Мына жерде не қайда? Мына жерде бірдеңе болу керек қой. Лестница, да, лестница. Ты где, братан? Мынау ма? Жоқ, мынау емес, Жоқ, мынау да емес. Қандай лестница қоямыз? Давай мынандай лестница қоя салайық. Бізге бәрі оққан лестница болса, дікетін аған қоя салмаймыз, аға. Давай, әкелеміз, давай. Дік. Қайда еді қолым, братишка? Вот, міне. Осылай шығып кіретіндей болу керек қой. Потолок болу керек қой. Потологын қойып тастау керек қой, кәдімгідей ше. Жарайды, мына жерге мынадан қайтадан нені қоямыз? Дік етіп қоямыз. Ой, братишка, дік деп қоямыз. Сосын дік етіп, қараңдар.
бір лестница, мына жаққа 2 лестница көрінер олай. Кіреміз фристайл дейсің, осылай шығып кетесің. Сосын нені аламыз, есікті аламыз да есікті ішіне салып тастау керек қой, ішіне не? Ішіне салып тастау керек қой. Ой, қалай ашады? Осылай ашады екен ғой, міне. Есікті осыны ішіне салып тастаймыз, сосын ешқандай не болмайды, ешкімге зияны болмайды. Міне нубский есік, осылай кіреміз де, былай дік тылқасақ та болады. Осылай асамыз да кіреміз, вот көрінер ма есік. Енді бізге терезені салуымыз керек. Мынау енді чисто простой үй ғой, нубский ғой, кәдімгідей үй, кәдімгідей нубский үй. Сондықтан не істейміз? Мына тура ортасына мына жерден дік кетіп нету керек қой. Мына жерден бір жерден тесу керек қой. Декет тесеміз, вот, әдемі кәдімгідей үй. Нубский үй болса да әдемі үй болып шығатын сияқты. Мне кажется, қалай ойлайсыңдар? Мне кажется, ол әдемі үй болатын сияқты. Сосын мына жерден бір екеуін аламыз, сосын стеклоны аламыз да дік деп қоямыз, қараңдар. 1, 2, 3, 4. Мына жаққа да аламыз да 1, 2, 3, 4. Әдемі үй, қараңдар, уже кәдімгі, қараңдар, сыртынан көрсем, қараңдар. Нормально оқып қалдым ба? Үйді қараңдар. Менің үйім нормально оқып қалған сияқты. Сыртынан қараңдар, 4 бұрышты коробка. Неге ұқсайды енді? Сандыққа ұқсайды, бірақ енді сандыққа ұқсаса да бізге бәрібір енді потологы неме істейміз? Потолокқа кәдімгідей бірдеңе тартып тастау керек пе? Не тартып жүреді? Не жүреді? Натижный потолок тартып тастаймыз ба? Бірдеңе тартып тастау керек. Мынаша әдемі болып тұр жүрінші. Әлде мына өтсейміз де қараңдар. Деп мына қарашы бұрышқана қоямыз да, типа біз нуппыз ғой, бізге ешкім жарық бермейді. Сондықтан өзімізге жарық бермесек, былай 1, қараңдар. 1, вот көрінер ма? Өсейміз да, сосын қараңдар. Мынаумен жауып тастаймыз үстін. 1, 2, 3, 4, 5 деп қараңдар. Полностью. Тік. Братишка, ты чё, ты куда собрался-то? Ой, мынау. Демеген салынбайды демейді. Мен айтпақшы творческийда жүргенбіз ғой біз деген. Егер деген қызық болатын болса, біз деген осы елдарчик екемізге выживание бар ғой, кәдімгі сол режим бар ғой. Сол режимда деген кәдімгідей нуб пен проның өмірін сүретін боламыз. Ол жерде қызық болу керек. Мен просто каналым жаңа болғандықтан, Майнкрафтқа бірінші кіріп тұрғандықтан, менде особо не жоқ, опыт жоқ. Сондықтан деген маған опыт керек творческий режимда. Сондықтан ойнап жүріп міне көрейік енді қалай болады екен. Үстінен қараңдар. Әдемі базар жоқ деймін. Үстінен де әдемі көрінеді екен. Бұлай енді мына жерге қалай не тартамыз дей? Қазір бұлай тартуға болады шығар да, бұлай. Қараңдар, бұлай аламыз да, бұлай крышаны бұлай тартып тастаймыз, типа. Кәдімгідей ыңғайлы болсыншы, қазір бұлай крышаны бұлай тартып тастаймыз. Ни в коем случае кімнің елдарчиктің үйіне қарамаймыз. Өйткені қызық болсын, видеоның соңында көретін боласыңдар. Уже деген почти видео соңына жақындап болды. Себебі деген қараңдар. Мынам бәрін. Қазір мен крышаны әдемі қылып тұрғызып. Міне менің үйім. Вот деген көріп тұрғандайындар, мен уже крыша қойып тастадым, да, уже потологын қойып тастадым. Қараңдар, ішінен қараңдар. Кәдімгідей қойып тастадым. Мына жерге әдемі қараңдар. Мына жерге ешқандай всегда жарық түсіп тұру үшінші мен мына жерге ешқандай блок қоймадым. Қазір енді мынау шынымен де нубтың үйі болсын деп, міне мынау бізде аузы болса, міне мына жерге келеміз де көзін сақ қоямыз. Міне 1, 2 или осы. Жоқ, қараңдар. Мынаны сындырсақ қалай болады екен? Сындырамыз да, сосын 1, 2 сындырамыз 1, 2 да, сосын аламыз да. Ой, осы немен лақтырып жіберемін, қайта лақтырып жіберемін бар ғой, қолыма алған нәрсенші. Міне қап-қара жүнді аламыз да. Жүн ғой, шерсть аламыз да. Сосын оны аламыз да, міне бұлай. Мына жаққа қарат қоямыз ғой. Бұлай, сосын бұлай. Или тоқта, бұлай. И сосын бұлай. Вроде, да, қарандар, вроде нұққа ұқсақ қалды, да, вроде ұқсайды, да, қарандаршы. Вроде мына көзі, екі көз, аузы вот көріп түсіндір ма? Мынау сендер көріп тұрғандарында міне аузы мынау тіл салақтап тұр былай. Деп айғалап тұр, көріп түсіндір ма? Менің үйім болды, менің үйім уже біттім полностью. Қарандар, мынау біздің енді ауыл болды, осы біздің ауыл білесіңдер ма? Эйман Сити деп атала ма? Или Эйман бірдеңе деп аталды, осым Эйман ферма деп бірдеңе деп аталады, осымшы. Жарайды, біз үйдің ішін жасауымыз керек екен ғой, әлі қазір үйдің бәрін кәдімгідей шики-пуки жасап тастаймын. Міне мен полностью үйді біттім. Міне мына жерде менің екі әдемі розовый төсегім тұр. Міне мына жерде менің сандығым, және де пеш қыста қатқан болсын, еш жоқ қойық. Жоқ, әлі бізде қыс болған. Мен мына жақта жаз ғой Майнкрафтта, да, вот әдемі болды. Енді міне біздің үйіміз бітті, полностью дайын. Қазір енді біз деген елдарчиктің үйін көруге баратын боламыз. Қазір болды, біз дегеннен дайынбыз, кеттік. 1, 2, 3. Ой. Мәдемі.
ойбай мына үйді қара, мына қараңдар, мынау дейін чисто алмаздан жасалған менің үйім, мына қара ағаш болып жасалған. Қалай үйім, қалай Елдар, саған қалай? Ең күшті екен. Болды, ең бастысы саған ұнаса болды. Вот, енді біз деген Елдарчиктің үйіне обзор жасап кетейік. Қара, мынаны қараңдар, мынау бізде көріп тұрғандарыңдай өздерің қалай мынау алмаз ғой, мынау кәдімгідей чистокровный алмаз ғой. Көршінің мынандай бір блогын ұрлап кететін болсаң миллионер болып кетесің ғой, құрсын, есігі қайда? Темір есік деймін. Ой, осы темір есіктер ашылмайды ғой, сындырам ба? Безайтен сындырып жіберген ме? Деймін, алтын бірдеңе қойып тастаған ғой. Кәдімгідей мына алтынға аяғын сүртесің ғой, алтын трап қойып тастаған ғой. Мынаны қара деймей. Кухня ғой. Деймін, холодильникті қара. Жабысақ. Тихо, айтпеңдер. Ей, мынау, шошып кеткенсің ғой, лава екенді қағасың, мынау не? Душ, мынаны қара. Джакузи, базар жоқ, Елдар, шошып істеп сапсың ғой, мынау зал ғой деймін да, дерзкий екен, шынымен де проский болыпты, енді сыртынан кәдімгідей біртүрлі көрінгенмен, ішін кәдімгідей жесткий қылып істеп сатты, базар жоқ. Мен үйім қалай, саған ұнады ма? Жүр, мен үйіме обзор жасап кетейін, мен саған обзор жасағанды сен білесің ғой, бірақ мен үйімді. Елдар, давай, қалай саған, қай саған қатты ұнайды негізі? Конечно, өзімдікі ұнайды. Бірақ сенге де болады енді, нубқа нормально. Білмеймін, жарайды, мынаның бәрін сындырастайық, міне керек емес. Қараңдар, бізге оның керек емес, мынаның бәрін былай фук деп сындырамыз. Қараңдар, үстінен қараймыз, қараңдар, сыртынан сен жерге қай қатты ұнайды жазып өтіңдер және комментарийға. Ал ішінен қарасаңдар, міне ішінен менің үйім міне осындай, міне әдемі емес пе, жазып өтіңдер. Енді бүгіннен бастап енді біз деген Елдарчик екеуміз осы жерде выживать ететін боламыз. Енді Елдар деген мынандай үйде выживать етеді, мынандай ешкім кірмейді ғой. Мен үйім мынандай есігімді біреу сындырып кетеді, енді выживать етеміз, және де мына жерге біз деген қазір Елдар екеуміз знак қоямыз да, тур ортасынан көтереміз де, Эйман дейміз де, сосын Эйман Сити деп па, сондай ат қоямыз. Мынау деген енді біздің қаламыз болады. Ақырындап біз осы қаланы дәуітше беретін боламыз, ферма егеміз ба, или бірдеңе істейміз ба, енді сөйтетін боламыз. Ал енді не деймін, енді сөзге кедеймін. Енді мына қараңдаршы, мен түрімді қараңдаршы, даже менің аузым ашып тұр ғой, мен қашан проға айланады екен білмеймін енді. Жарайды енді, егер де сен жерге видео ұнаса бар ғой, және де менің үйім ұнаса комментарийға түсіп, или Елдардың үйі ұнаса комментарийға түсіп бар ғой, жазып өтіңдер. Сендермен бірге болған мен Нейман KZ, менің жанымда Елдарчик. Не қоштас қой, менің досым Елдарчик. Сау болыңыздар достар, лайк басып каналға жалт кетіңіздер. Вот, даже Елдарчиктің аспаннан қар жауып отыр ма деп қоясың ғой. Ал енді пока-пока, родной.